Қайырлы күн ұстаздар, сіздермен ұстаз Кезет. Бүгін сіздермен топтық жұмыс жасауға арналған тиімді сайтпен таныстырғым келеді. Және де бұл сайтпен кері байланыс жасауға да болады. Ең әуелі Google-дың іздеу жолағына аха слайдс деп жазамыз. Бірінші сілтемеге басып өтеміз. Бізде осындай бет ашылады. Келесі өзіміздің логин паролімізді регистрация жасаймыз. Почталарыңызды немесе Google почталарыңызды жазып тіркеле аласыздар. Бізде осындай бет ашылады. Осы көк батырманы басамыз. Мінекей бізде осындай бет ашылады. Осындай квиз деп тұрған жерде оқушыларға түрлі тапсырмалар беруге болады. Сұрақты осындай шкала және де сурет түрінде және де бір-бірімен байланыстыру ойыны және де спиннер арқылы ойнатуға болады. Келесі контент, яғни балаларға осы тапсырмаларды орындата көрсете аласыздар, түрлі тапсырмаларды. Квиз батырмасын басып, осы бірінші тапсырманы көрсетейін. Осы жерге өзімізге керек сұрақты жазатын боламыз. Яғни оқушыларға тапсырма жазамыз. Мысалы, адамда қанша сүйек бар деп жазайық. Және де астына варианттарын жазып кетеміз. Дұрыс варианттың қасына птичка ұрып кетеміз. Тағы да вариант қосқыларыңыз келсе, осы көк кнопканы басамыз. Мінекей дұрыс жауаптың қасына птичка ұрып кетеміз. Келесі балаларға осы point арқылы балл беретін боламыз. Дұрыс жауапқа 100 балл. Келесі осы сұраққа 30 минутта жауап беру керек. 30 секундта. Келесі бет бұл жерде дизайн беті, яғни өзіңіздің көрсететін тапсырмаңыздың осындай артқы фонын өзгерте аласыздар, немесе өздеріңіздің ноутбуктарыңыздан сурет қоса аласыздар. Болмаса осы көрсетілген шаблондарды артына қоюға болады. Аудио түрінде сұрақты қосып отыруға болады. Келесі осы астындағы кнопканы бассаңыз, келесі астындағы сұрақтарға да осы слайд түсетін болады шаблоны. Келесі бізде осы настройка бөлімінен өтіп, слайдтың жұмыс жасауын тексереміз. Play as time батырмасын басып қоямыз. Және де тілді орыс тіліне өзгертіп қоямыз. Бұл слайдта қазақ тілі жоқ, сол себепті орыс тілін таңдайтын боламыз. Мінекей біздің топтық ойынымыз дайын, яғни енді презент батырмасын басып, балаларды шақыратын боламыз. QR код немесе осы сілтеме арқылы оқушыларға таратып шақырсақ болады. Қазір оқушылардың қалай кіретінін көрсетеміз. Осы сілтемені копировать етіп, вставить етеді. Мінекей оқушылар осылай кіріп тұрады. Оқушылар өздерінің атын және де командаларының номерін белгілей алады. Және де өз аватарларын өзгертіп қоя алады. осы көк батырманы басады.
мұғалім ойынды бастаған кезде осы жерде тапсырмалар шығатын болады. Ал бұл мұғалімнің беті болып табылады. Бұл жерде начать викторину батырмасын басса ойын басталады, және де осы астында чат болады. Оқушыларды түгендеп ала алады. Осы жерден мысалы сәлеметсіздер ме балалар, ойынға дайынсыздар ма, барлық оқушылар осы жерде отыр ма деген сияқты сұрақтарды қойып отыра аласыз. Енді ойынды ойнатып көрейік. Начать викторину. Енді бірінші сұрақ ашылады. Мінекей балаларда бірінші сұрақ ашылып тұр. Адамда қанша сүйек бар? Секундтар өтті. Сұраққа жауап беру керек. Адамда 200-ден астам сүйек бар деп бала жауап береді. Дұрыс. Яғни осы топ дұрыс жауап берді. Оларға балл қосылады. Осылай әртүрлі сұрақтар жауап отырып ойнатылады. Балалар өзінің кері байланысын астында тұрған смайликтер арқылы көрсете алады. Бүгінгі топтық ойын жасауға арналған сайт сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен ұстаз KZ.